сәлеметсіңдер ме балалар? Сәлеметсіз бе апай? Көңіл күйлерің қалай? Жақсы. Ой, керемет балалар. Онда мен сендердің көңіл күйлеріңді одан да керемет қылдырғым келеді. Мен қазір сендерге бір жұмбақ жасырам. Сендер соны табыңдар, я балалар? Отқа салса ерімейді, не тот басып шірімейді. Не деп ойлайсыңдар? Тас. Міне, дұрыс айтасыңдар. Тас балалар. Балалар тастың түрлері өте көп екен. Үлкен тас болады, кіші тас болады, ақ тасты болады. Түстері өте көп. Тастардан неше түрлі мүсіндер жасауға болады екен. Балалар тастарды зерттеушіні геолог деп айтады екен. Сендер геолог болып көргілерің келе ме? Я! Онда балалар жүріңдер. Бәріміз геолог болып тастарды зерттеп көрейік. Я балалар, міне көрдіңдер ме? Сендердің алдарында тастардың түрлері өте көп. Көрдіңдер ме? Ақ тас, үлкен тас, кішкентай тастар тұр, я балалар? Міне, ал балалар, қолдарыңа тас алып көріңдерші. Тастарды алып көріңдерші қолдарыңа. Ала қойыңдар, алыңдар тастарыңды. Ала қой, тас алып, бір тос ала қой. Ұстап көріңдерші балалар, ауыр ма, жеңіл ма? Ауыр. Ауыр, я. Қолдарына қарасаңдар, тастарға бір мұқият қараңдаршы. Bir қарағанда bir сызықтары бар. Қараңдаршы өздерінің қолдарының тастарыңа. Көрініп тұр ма? Я, ауыр болады екен. Онда орнымызға қояйық қайтан тастарымызды, я? Ал балалар, онда қазір біз бір зерттеу жасайық. Барлығымыз сендердің алдыларында су тұр, міне балалар. Осы суға тас салып көрейікші. Тас салайықшы бәріміз суға. Сала қойыңдар. Балалар, не болды тас? Батып кетті. Себебі тас қандай? Ауыр. Ауыр себебі. Ал міне сендердің алдарында ағаш жатыр. Сол ағашты салып көрейікші қасындағы суға. Қалай, бата ма екен, батпай ма екен? Батты ма? Жоқ. Неге батпады деп ойлайсыңдар? Жеңіл. Дұрыс, жеңіл. Көрдіңдер ме балалар? Мына тасымыз біздің ауыр болғаннан кейін суға батып кетті. Ағашымыз жеңіл болғаннан кейін судың бетінде қалқып жүр, я балалар? Мен жаңа сендерге айттым ғой балалар, таспен неше түрлі мүсіндер, тастарға суреттер салуға болады. Кәнекей, біз бәріміз біреуміз сурет салайық, біреуміз фигура құрап көрсек болады ма? Я. Ала қойыңдар. Димаш, сен бір шеңбер құрашы, ұсақ тастармен. Мына жаққа құрай қой. Сендер алып боянда, сен не саласың? Күн. Сенші? Күнника. Құлпын ай салады екенсіңдер. Ал тез салайық, тез сала қойыңдар ал. Кел оған, мен саған көмектесіп жіберейінші. Енді өзің тез боя қой ал. Қайсы сен бояң қалайшы? Шеңбер құрап жатсың ба? Томирис. Сен не жасырасың? Керемет томирис. Жуыр жері болды ауылда, кішкене. Одан кейін бар бал, хорошо? Жақсы, бояй қой, тағы да. Ой, шеңбер құрап қойдың ба сен, Димаш? Жақсы. Ой, мені қараңдаршы, қандай тамаша. Міне кімнің құлпынай салып қойыпты, көрсете қойшы құлпынайдың ұстап бұлай. Өте керемет, міне құлпынай салып қойдың, я? Мұнда салып қоя қой, керемет, орна, кепсін, я? Алиска не салып жатсың, жан? Сала қой. Ой, қандай. Ой, міне. Адам басына ұқсады, қандай күшті болып шықты. Көрсете қой.
Ұстап көрсете ғой. Мұнда қойып қоя ғой. Ал балалар, сендерге бүгінгі біздің жасаған жұмысымыз ұнады ма? Балалар, сендер болашақта осында зерттеуші болғарың келеді ме? Онда балалар, мен сендерге болашақта мықты зерттеуші болуларыңа тілектеспін. Бүгінгі сабақ сендерге пайдалы болды деп ойлаймын, балалар? Сау болыңдар. Сау болыңыз.